Астанада дене шынықтыру және бұқаралық спорт академиясы ұлттық күрестері қазақ күресі үшін ғылыми зерттеу жүргізді. Жалпы медициналық тексеріске қазақ күресінің ұлттық құрама сапына кіретін қыз-жігіттер қатысып, физикалық дайындықтан бөлек теориялық және практикалық дәрістер алды. Күнделікті татамиде тер төгіп, физикалық ауыр жаттығулар жасайтын балуандар үшін қан айналымы мен жүрек қағысы қатаң бақылауда болуы тиіс. Маманның айтуынша 5 күнге созылған біліктілік курсы оң нәтиже беріп жатқанға ұқсайды. Исследования, которые мы сегодня проводим с командой. Бірнеше күннен бері жүргізіліп жатқан зерттеу нәтижелері оң көрсеткіш көрсетіп жатыр. Әдетте спортшыларды жүрек қан тамыры мәселелері жиі мазалайды. Бұл жолы сол үрдістің алдын алу мақсатында түрлі кардиологиялық бақылаулар орнаттық. Және сол арқылы спортшының қан айналымында жіті бақылауда ұстаймыз. Спорта в коллаборации с ассоциацией Казак Күрес. Соңғы үлгідегі заманауи құрылғылардың қорытындысы бойынша денсаулығы сыр берген спортшы бірден ұлттық құрамадан алынып тасталады. Талап сондай, тәртіп барлығына ортақ. Ал жиында оң нәтиже көрсеткен балуандар Сауд Арабиясы патшалығының астанасы Эр-Рияд қаласында өтетін әлем чемпионатына жолдамалады. Өте жақсы деңгейде болатыр. Ғылыми тексерістер өте қазақ күресі өте дамуда. Қазір тексерістер өте жақсы. Кеше қан тапсырып, қанша құрамында қаншалықты жетіспейтін нәрсе бар, соның бәрін тексеріп жатыр. Жайлы аппараттар қойып жатыр, нагруз қаншалық не болады. Сонда өте жақсы дамуда, бізге өте көп қолдау көрсетіп жатыр. Рахмет. Бұрынғыдан өзгерек бұл жиында тек балуандар ғана емес, бапкерлер арасында да қазақ күресіндегі әдіс-тәсілдерді үйрету ерекшеліктері және қазақ күресіндегі төрелік ету бойынша 72 сағаттық курс өтті. Еліміздің әр өңірінен келген 90 бапкерге жоғары педагогикалық білімі бар мамандар практикалық дәріс өткізіп, спортта көп талқылана бермейтін аспектілерді толықтай қамтыды. Ең бастапқы маңызы бізге осы қазақ күресімен айналысатын спортшыларды үйрету, яғни бірінші адаптация түрлері, қалай спортсмендерге тренировочный процестерді жүргізу керек, және медико-биологиялық сипаттама жағынан да дұрыстап көрсету. Бұл жерде көп біздің білмейтін нәрселеріміз өте көп, соны игеріп, өзіміздің облыста, өзіміздің балаларға үйретеміз. Қаншама адамдар қаншама оқып осы күнге дейін соның осы қалай жемісін береміз деп бізге барлығын түсіндіріп жатыр. Әр возрастпен бізде балалар 3 топта, өзі кіші, орташа және жоғарғы топ. 3 топты біз көбінесе бір жаттығуға әкеп тығып береміз да, негізгі 3 топтың әр түрлі өзінің өтілімі бар екен, соны біліп жатырмыз. 3 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келе жатқан біліктілікті арттыру курсының басты миссиясы білектегі күшпен қатар біліміде толысқан маман тәрбиелеп шығару дейді ұйымдастырушылар. Спортшылардың физиологиялық ерекшеліктері, медицинаның қаншалықты маңыздылығы, ғылымның қаншалықты маңыздылығы және тәжірибелі мамандардың қазіргі жаңа әлемдік жаңалықтарды қазақ күресіне енгізу бойынша білікті арттыру курсы, жоғары курсы. Бұл жерде теориялық бөлім және тәжірибелік бөлім бар. Түске дейін теориялық бөлім, түстен кейін тәжірибелік бөлім өтеді. Және қазіргі уақытта параллельно бізде қазір ғылыми топ жұмыс жасап жатыр. Бұл ғылыми топ осы академиямыздың жанынан құрылған ғылыми мамандар. Бұл ғылыми топ білім және ғылым министрлігінің гранттық қаржыландыру есебінде жүзеге асырылып жатыр. Өйткені біз осыдан 3-4 ай бұрын қазақ күресі тақырыбында үлкен ғылыми жоба өтіп алғанбыз. Сол ғылыми жобаны Қазақстан ұлттық құрамасымен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Дене шынықтыру және бұқаралық спорт академиясы басшыларының айтуынша, бапкерлер мен балуандардың көңілінен шыққан берері мол басқосу ендігі жылда Астана қаласында өтпек.